Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ұлбосын. Бүгін өте дәмді, керемет, духовкада пісетін шашлык дайындайтын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдырып жазып кетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бізге тауықтың еті және де қойдың еті қажет болады. Осы еттерімізді майдалап, орташа қып турап аламыз. Араластырмаймыз. Екі ет екі жерде бөлек тұру қажет. Қажет мөлшерде тұзымызды саламыз. Екеуіне екі бөлектен және де қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды қосамыз. Мариновкасы осылай. Енді майдалап туралған сарымсақтарымызды саламыз. Ары қарай сұйық майымызды да құямыз. Менде мариновкасы соевый соуспен барлығын араластырамыз. Барлығы біркелкі араласқаннан кейін соевый соусымызды құямыз. Осылай екеуіне де құямыз. Барлығы екеуіне бірдей. Араластырып болғаннан кейін беті жабылатын ыдысқа салып, 1 сағатқа мариновать етіп қойып қоямыз. Осылай дайын болғаннан кейін қойып қоямыз. Ендігі кезекте ағаш шпажкаларымызды дайындайтын боламыз. Шпажкаларымызды алдын ала жарты сағат бұрын суға салып қоямыз. Себебі піскен кезде күйіп кетпес үшін және де ағаштың дәмі шықпас үшін. Осылай шпажкаларымызға еттерімізді тізіп алып, салып шығамыз. Осылай дайын болды. Өте әдемі, керемет. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Шашлыктарымызды 200 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет. Біздің тамағымыз дайын болды. Достар, жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Отқа піскен шашлыкпен бірдей ақ болады. Дәмі өте керемет. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған ұлбосын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет ас болсын.